Барлықтарыңа сәлем достар, сіздермен лайк. Короче, достар, барлығына сәлем. Менің бір блоктағы выживаниямның 3-ші бөліміне қош келдіңдер. Короче, достар, алдында біз деген плотно дамып бастаған болатынбыз, және де мен деген сендерге бірдеңе айта кетейін. Маған бір подписчиктерім, уже достарым деп айтуға болады уже. Маған советтерін беріп жатыр, көмектесіп жатыр, қалай даму керек екенін. Мысалы, қазір экранға шығарып қоямын, мына іштерге шығып жатыр, көріп тұрған шығарсыздар. Және де кейбіреулер қолдап жатыр, дами бер, брат, анау да мынау. Короче, сендерге көп рахмет, мен сендерді кәдімгідей рахмет айтамын. Мен мысалға біраз нәрсе сұрадым, білмей тұрып, ютубтан көрем ба деп жүрген нәрселерімді айтып кетіп жатыр. Және де достар, осы жерде айта кетейін, мен видеомды бірінші рет көріп отқандар болса, каналға жазыла кетші достым. Дамуға сен деген көп көмегің тиеді, және де видеоның как минимум 3 минутын көрші. Сол кезде мен деген видеом рекомендацияға шығып, менің дамуыма көп көмегің тиеді. Рахмет саған. Так, короче, достар, алдында біздің жеткен жеріміз нау болды. Ағаш өсті, және де мына ауыстырдық. В общем, мына ағашты өсірдік, осыны қазір бұтаймыз, және де жаңадан үй салатын боламыз. Осыдан шығады, мына іштерге уже үй салып, ағаштың фермасын, точнее, үй саламыз деппін ғой, ағаштың фермасын жасайтын боламыз бүгінгі видеода, бүгінгі бөлімде. Так что, достар, сендерге сенемін, сендер де маған сеніңдер. Қазір по идее түн болып жатыр ма? Кстати, ресурспа қосып алдым, байқадыңдар ма? Ресурспа қосып алшы, әдемі болады, брат деп еді, сонымен тартып алдым мынаны. Такс, бізде қазір, мынаны мен кеше сұраған біреуден. Кеше айтқан маған бір досым, сол комменттегі өзі біліп отқан шығар, көріп отса қазір видеоны, тыкваны бүйтіп қырқасын деді, сол кезде шығады деді. Блин, мен тыквам алдында аяқ жарылып кеткен кезде түсіп кеткен ба не? Бісміллә. Тыква несі бар екен, хотя егетін бар екен. Бұған да шүкір. Так, бұны екі тұсау керек енді. Ешке егілші сен, былай қарай шығасың. Так, бізде енді қазір түн болып жатыр, ұйықтап тұру керек, обязательно. Байқамайсыз, жаңа саженецтерді сындырып алдым, ничего страшного. Қазір мыналардың бәрін мукаға айналдырып, тыкваны өсіріп, тез тыквадан свет жасап алу керек бізге. Ол деген декорация, және де әдемі болып тұрады, ұйықтап алайық бірінші. Так. Ойбай. Микрофоным. Так, сағат уже 2 минут өтіп кетті видеоны, если честно айта келе. Так, бізде қазір 49 не бар, ломтик арбуза бар. Оны мынаған саламыз. Бір блоктағы выживаниеда бұл жақсы зат, бізге керекті. Жейсің ба? Мынандай жейді екен, прикиньте. Ё-моё! Давайте, делайте. Мен екен бұл жеп жатқан битті барса, тупой. Жарайды. Так, біреу бар. Так. Басылсай, жегеніз. Шет басып тұрып болмайды екен. Екеу бар. Так. Бізде үшеу бар. Үшеуін аламыз. Үшеу жетіп қалады па, Үшеу жетіп қалады косіне муканың. Так, косіне муканың үшеу жетіп қалады. Мына ішке үшеуін егеміз. Ол даже артылып қалды, прикиньте. Мынаны өзір жүре салайға нәрсеге бәжір. Так, сен бұлай шықсаң, или бұлай шықсаң, сен бұлай шығуға болады, білмеймін, шығады шығар. Тыква сол кезде қырқып аламыз, және де бізде мынауда күшті тамақ, десе честно айтайын. Мынандай тамақ болады деп ойламадым. Жеп аласың, қайтадан толтырып аласың, мен алып. Так, көп сөйлей бермей, біздің жұмысымызды істейік. Мына жерге фермамыз сала кетейік. Такс. Қазір менде, короче, 20 ағаш бар, 20 ағашты аламыз. И земляны аламыз обязательно. Жоқ, бұндай ағашын салмай қойыншы, мен мынандай ағашын салайын. Әппақ болып тұратын. Так, бұның бәрін аламыз да, бірін жасап жүрдім ғой. Осының бәрін аламыз, өсеміз, былайынан шама балта керек бізге обязательно. Қазір мында жақсы балта керек. Қанша дегенмен. Сосын ол ағаштың бәрін аламыз да, бүйтіп қоямыз, плитка жасаймыз. Плиткалармен мәштерді үлкейтеміз да, ортасына мынандай қойып, біз деген қазір ағаш егетін жер жасаймыз. Менде саженецтер бар, біреу бар, 3 штук бар мынадан. Мынадан да 1 штук бар, и тағы түседі, Так что бізде әлі шанс көп жасауға, Мен мәшке не жасамайым, мына загонда үлкейтеміз әлі. Так, короче, мен нәқыт сала берейін онда. Бұның салуы да ондай қиын емес. Мен дәулеу масштаб болу керек менде, мысалы мына іштен ана ішке дейін әкеліп ол деген по идее нормально жасау керек, дәулеу қылып шамалы. Осы болып қалар, болып қалады по идее. Или жоқ, талдар өссе дәуіп кетеді слишком. Мынау болады, осы болады. Бұның бәрін ағаш жеткізуді етсейін маған, ё-майо. Қолда картан қараңдаршы қалай салып жатқанымды. Так, мынау примерно дәл осы жер. Осыны аяқтаймыз. Такс.
пауза қойып өзім сатсай салайын, мен а то сендерге қызық емес шығар бұндай көріп отқан. Так, короче, достар, маған ресурс жетпей жатыр. Мынаны әзірге бітіруге. Мынау да әлі Кітай, если честно қарасаңдар, иә, шынымен Кітай ғой әлі. Ешке бір тал өсін, ешке бір тал, ешке бір тал, ешке бір тал. В общем, 8 тал, минимум 8 тал салына алады. Но бізде әзірге саженста өте көп емес, если честно говоря. Так что бізге ондай қатты дәу жер керек емес. Және де мен мынаны салатын. Опа, березовый доскам бар екен ғой мен әлі. Что-то өмірден түңіліп жатсам, уже салып бітіре алмайтын шығармын бүгін деп. Оказывается, әлі 54-і бар екен. 54-ін сендердің көздерінше саптай салайын. Қанша дегенмен ауыстыра салыңдар, көп болса бір 20-30 секундқа, если чо. Так, саптай берейін. Бүгінгі бұл выживанияға мен шекам. Адамдар қосқым келіп жүр, компьютермен ойнайтын, бірақ білмеймін, жазбай жатыр ешкім. Кірейін, брат деп. Кіру қиын емес, радми VPN деген сияқты бірдеңкелер тартып алып бірге ойнайтын едік, если чо. Так, болды, дайын. И біз, короче, енді біз деген наны салуымыз керек. Қалай десеңдер, не мына ішке. Так, мынаяқтан бастайық, дұрыс. Ё-моё. Так, мына іштен кіреберістен сразу мына ішке бір ағаш. Оп. Так. Ішке бір ағаш. Опа. Арасына 2 блок салу отыру керек. По идее, ол нормально болады, 3 блок салу керек болды. Ну, по идее, нормально. Нан шамалы үлкейіп жүру керек, на линияны. Осылай нан үлкейіп жүрейік. Қанша дегенмен шамалы 2 блок салғаннан кейін, тағы біреуін 4-ге сыйғызайық та, 4-не. Это 4 тал сыйғызайық. Жасағаннан кейін масштабны жасайық. Так, жетті ағашыме, даже артық қойып біреу. Опа. Так, нәшті сындырамыз да, нәшке де егеміз. Оп. Земляны екінші неге қойып қойын, слотқа. Так, сынаяқтан 3 блок не тек? 3 блок, 3 блок 1, 2, 3, ажақ, мына ішіне де кереккен. Так, осы жерге. И мына ішке. Так, и мына ішке. Так, мына ішке. 3 блоктан салып жатырмын араларын ендігі. Так, осы жерге. Мына бүгін қолмен сындырып бітпейін деп тұрмын. Так, нәшке саламыз енді тағы 3 блок тастаймыз да, нәшке саламыз. Так, сол кезде бізде ровно болады, артында тағы қалатын жері болады. Так, в общем, жақсы болып жатыр. Нәшке сындырамыз, и нәшке салып тастаймыз. Так, бізде дайын енді. Қанша бар? 4-еуден 4 линия, так, 16, общий 16 бізде. И 16-ға шегетін менде бірақ саженс жоқ, если честно говоря. Бірінші саженс ступ дегеніміз нәшке. Саженс ступтан басаймыз. Мынанда еге салайық деп апарып. Екінші линиясы болсын, короче. Линияға егейік. Сол кезде күшті болады, достар. Қалай ойлайсыңдар, менің ойым бірақ осы. Линияға егкен дұрыс сияқты. Так, бізге дубтың саженсы керек. Менің тыква мысына. Ё-май, тыква өсіп бүтін. Еще, тыкваны өсіпсе. Так, наштен арбуздар. Ё-майо, нелерін сындырып саппын ғой. Так, мынаны сындыра салайын, на всякий мешать етіп жатыр менің тыквамның өсуіне. Мынау да мешать етеді скоро. Так что ондай бізге помеха дейді ғой. Опа, железный мен мотыгам бар, мотыгам мен деген нәштер істеп сайын. Бычыт болып кетті, то если честно говоря. Нәштерді істеп салу керек. Так, енді бізге нәшетке біреу салу керек. Ой, кәм, шын өмірде оп, мынау көз алдында өсіп кетті ғой. Так, алуын алдық. Енді бұны бұлай аламыз тік. Білмеймін, істеймей ма. Бірақ айтты ма осылай істейсің деп. Өстеді екенсің ғой, оказывается. Ё-май, еще 4 тыкван несін шығарып алдым, прикиньте. От души саған кім? Айтқан адам. Так, осыны аламыз да, енді факелмен саламыз, по идее. Факелмен саламыз. Опа, светильник чека дейді. Ё-май, түн бола берсін, смело жүреміз ғой. Так, мынаны бүйтіп істеп тастағым келіп тұр мен, достар. Шамалы мынандай забормен көтеріп қойып қойғым келіп тұр, бірақ тасташ. Потом істерміз. Мынаны шамалы бүйтіп ішке қояды. Болмайды. Крипер шықса жауап көтінеміз. Ішке бүйтіп қоя салайын. Так, енді саженстарды сындырып алайық, енді қанша деймін. Дубтан бірінші саженстарын алу керек, өйткені ондай дуб маған ондай қажет емес. Спавнер бір блоктан ала салам.
но саженс өте керек. Мен тауым тозылып қалса, тал шықпай қалса ше. Бір сажын түсіп кетті жерге, екіншісі кетті, төртіншісі кетті тағы. Так, что-то нормально шықпай жатыр, бер жақтан, арғы жақтан шығып отыр блин. Арғы жақты мен аламай жатырмын. Оп, 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 оп. Так, дым шықпай жатыр ғой маған что-то, достар. Не білем ау. Негізі вообще бір талдан төртеу шықты ғой. Бұның өзі успех дейді ғой. Бұның өзі успех бір талдан төртеу шықпалуы, но біз екеуін ғана алып үлгердік. Какой же Аллах дейме. Төртеу шыққанын әшке тағы үйіне қоятын. Ё-майо, не повезло. Так, опа, лицо. Ештеңке балапан шықса, оның атын сендер қоясыңдар. Ой, шықпады, жай. Так, ештеңке тағы үшеуін лақтырам. Балапан шықса, атын сендерге қойғызам. Жоқ, шықпады. Сендер по идее қоймай деп тұр ғой. Так. Мына иттің басы істемей қалған ба, мыналардың ішіне неғып кіріп кеткен. Жарайды. Светильник Джека деймін, неғып мынау әдемі жанбай тұр ма? По идее, маған кажется ма или? Осылай жанып тұра ма ол минимум. Іште күшті көрінеді екен мынандай неде, иә, биомда. Так, ертең бізге нағыз жинап алу керек. Мынау не өскен? Арбуз ба? Түн болып жатыр. Так, түнде де бірдеңе істей беру керек, жата бермей. Белая шерсть, мына снег екен, кстати. Өзінің өскен жерінің бәрін мынандай қылсақ, күшті ағаш, иә. Такс. Комик глины дейді. Глинаны пісіре беру керек, если честно говоря, бізге. Өйткені біз деген істейтін затымыз уже жақындап қалды. Үйді нормально кірпіштен салайын, салғаннан кейін енді. Нормально, қалай айтсам болады. Масштабный, аккуратный, авторитетный дейді ғой. Кірпіш қанша дегенмен кірпіш қымбат, кезекке қарағанда. Ағашпен салуға болады, бірақ так. Өттік что-то, мынандай салуға болады ма ішіне? Опа, мынау не ғой? Так, аздап алады екен. Так, ұйықтап алайық, біз онда, короче, бірінші очередь ұйықтап алайық. Ұйықтап тұрдық, достар, короче, біздегі сындыратын ағаш бүгінгі мынау ағашты. Блин, мынау 1, 2, 3 ба? Нешеуіне 1, 2. Текстура қосылып кеткенге санаймай жатыр қой датаға. Так, осылай сындырасың, білек жабысын әрем сендер деген. Менің мықты ойнайтындар бар екен, мен шамалы жақсы ойнайын ба деп жүрсем мына выживаниені. Оказывается, сендер вообще қатты ойнайды екенсіңдер ғой. Кешегі сөздерден кейін ше. Так, значит, өйстіп сындыра бересіңдер енді. Қанша дегенмен осылай сындырып, секіріп, өйстіп жүреміз. Ой, бір баспалдақ сындырып алдым. Ничего такого страшного деп айтайын десем. Страшно зат болды, я шынымен бір баспалдағымыз қойып. Так, значит, былай қоямыз. И былай қоясы. Кете береміз, қайтадан кете береміз, сындырып, ішінден. Так, төбесіне қашан жетемін, мұна бәленің, Ё-мо, әлі сындырып атым, әлі жетпей жатырмын. Так. Біраз ағаш құлап қалды, по идее, менің ойымша. Так, вот жеттім төбесіне жеттім, прикиньте. Мұнаның төбесіне жету деген, ема, уровень қойыш. Так. Біраз баспалдақ сындырсап мен. Баспалдақтарды сындырып алдым, ну, ничего страшного, біз өткен біттік уже сындырып. Ары-қарай высотаға, любой высота қолым жетіп тұр. Енді қалған саженстер түссе, біздің жерге. Бұл да бізге жақсы көмеге тиетін дейді Бауыржан. Так, лайт. Бізге қанша түсті? Қалғандар потом түсер, асықпай біз сындыра берейік, онда ештері шамалы жері сақ қою керек бұлар түсетін. А то бізге түспей қалса тағы дұрыс. Мынандай ағаш, ешкім ценный ағаштың бір дубы түсті маған. Шүкір, бірақ мен бұл жерге төртеу ектім, достар. Төртеу түсу керек маған, короче. Төртеу түсу керек. Так, вообще бір стак 34 ағаш алып болдым. Прикиньте! Какой-то бір ағаштан осындай жер алып алдым. Так, жермен аяқты сап-сау керек тағы. Қарсы болмасаңыздар, жерді осылай құртсам. Бұлайынан сап-сау керек. Так, нешке сап-сау керек. Вот, и енді осы құлап түсе береді бізге қарай. Ешқандай қиындық жоқ. Мына біреуін
мына сендердің нелеріңше черный дуб мына жақтан болсын шыршаңқы салау шырша дей ма ел дейді ғой ел соңынан болсын бұлардың қатарлары. Так, тағы біреу түсті сәзінші елейдің так нешке егіп тастайық бұнда егілсе. Так, тағы сажыныстың біреуін екеу керек бізге ровно. Опа, түсіп отыр оны жақтан, түсіп отыр. Тапсақ, екеуін бүйтіп аламыз ровно. Так, түседі әлі, қарсы біреу түседі жер хотя бы. Так, мынашке егеміз. Енді бізге не салу керек? Көрсетейін сендерге мен деген. Біздің фермамыз бар, ағаш фермамыз. Үй салу керек бізге. Үйдің ферма. Ойбай! Үйдікі уже үйдің проблемасы бөлек дейді ғой. Үйдің проблемасы бөлек, бұны не істеуге болады? Келесі бөлімге қалдырайын, ә? Қанша дегенмен видеоны ұзартпай қояйын, сендер дофига көрмей шығарсыңдар, егер сен әшкеден көргендердің өзі болса. Рахмет, сендерге көп рахмет. Так что мен осы 15-16 минутта видеоның айыра берейін видеоны, қанша дегенмен сендер артығынан көретін шығарсыңдар, бірақ та келесі видеода, короче, үй салатын боламын, және ағаш фермасы дайын болды. Мен ғана ағаштардың бәрін мукамен өсіп тастаймын, сендер прибыльден көретін шығарсыңдар, өйткені дәріс көп тұрады, ол значит мен деген мукамен өсіп тастағаным. Так, сендермен болғанмен лайкбек, тағы да бір сажын түсті. Сендерге видеома қарап жатқандарына рахмет, подписаться етіңдер каналға. Давайте, достар, сендер жақсы көремін. Сендерді мен жақсы көрдім, давайте.